Сәлем, құрметті тыңдарман. Бүгін біз осындай Алматының керемет кешінде Артпойнт барында жиналып отырмыз. Бүгін кешкісін менің көптен күткен Алматыдағы алғашқы лайв акустик кешім болады. Кешке дайындық өте жақсы деңгейде өтті. Құдай қаласа барлығы жақсы өтеді деген үміттеміз, сенімдеміз, солай сенеміз. Тағы не айтса болады. Осы уақытқа дейінгі барлық жұмыстардың нәтижесі осы кеште айқын болайын деп тұр. Суш пицца жегірлер, жеуден тапма крегерлер, аба дегендер, секілді алматын алғаш көрген кейбірлер, тигірлер, үй жәндерімде бір келеттер, мені сосын келіп жардам етер, ойын қанан интернеттегі. Хамберлер, қайландерлер, қандар мінгендер, менің жүрмеңдер, одан өзгелерін, көзәбек, көзірбектер, блогер ағалары терткен, құшынысын оятады жас жеткіншектен. Халық аузында мынадай әңгіме бар. Баяғыда ақан сері қорамса алдына бір кісі былай деп сұрақ қояды. Ақан, алда сендей әншілер туа ма? Сонда атамыз туың туады-ау, бірақ сол әншіні тыңдайтын сендердей тыңдарман туа ма деген. Бұлай мен не айтқым келіп отыр. Мен өзімнің өнерімді құрметтейтін осындай менің тыңдармандарым барына, осындай лайв кештің өзіне, қуана жиналатын тыңдарман барына өте қуаныштымын. Сәл шөлдеп қалған сияқтымыз, Рахмет.